Мен кішкентай кезімде тігінмен айналысқанды бала кезімде ұнататынмын. 9 сыныптан кейін оқуға түстім, дизайнер мамандығын бітірдім. Көп бала болса екен деп армандадым. Үйде отырған жағдайда да мен еріншектікке, жалқаулыққа бой бермедім. Мен жолдасым мен сөзбен қолдап сенімділігін артқаннан кейін мен өзіме деген сенімділігім көбейе түсті. Үкіметтің беретіні көп, тек өзің жүгіру керексің, іздену керексің. Гранттың себебімен мен бөлек ателье ашып шықтым. Қобалжу болды, себебі бастапқы күндері мүлдем адам болмады. Қазір тапсырысымыз да көп, үлгермейтін де кезіміз болады. Қандай энергетикамен тігіледі, сол киімге әсер етеді. Мен өз басым не істесем де өзім ниетіммен жақсы көріп істеймін. Солай істеген затым жақсы сәтті аяқталады. Әрқашан күмәнданбау керек. Арнайы тіпті болмаса бір дәптер арнап жазу керек өзіне. Мен осындай жетістікке жетемін, және де сол мақсатына өзі орындауға тырысу керек. Мен қыздарымды да, ұлымды да соған жетелеп тәрбиелеймін деп ойлаймын. Балалар ол менің алдыға жетелейтін мотивациям болды. Мен де қорықтым өзімнің ісімді ашуға. Әр кәсіптің өз несібесі болады. Адал, шын ниетіңмен жақсы көріп бастасаң, мақсат қойсаң болады, бәрі жақсы болады деп. Тек жақсы нәрсені ғана ойлау керек қой. Бәрін істей алатын адам сияқты жүремін. Тау қопаратындай күшпен жүремін ғой.